Барлығымыз вестерн фильмдерінің не екендігін білеміз. Вестерндерде ковбойлар, американдық үндістер, қырынбаған қарақшылар мен олардың жүйрік жылқылары кездеседі. Көшеде ұшып бара жатқан қаңбақтар мен драматикалық үнсіздікпен басталатын дуэльдер. Есіктері сыртқа да ішке де ашылатын ерекше барлар және сол бардың ішінде карта ойнап жатқан сұсты адамдар. Осы суреттеудің барлығы жабайы батыстың кинематографиядағы бейнесі. Көз алдымызда вестерндер осындай эпизодтық сәттермен елестейді. Жалпы вестерндердің пайда болуы ақш-тағы тарихи сәттермен байланысты екендігі анық. Америка құрама штаттарының тарихына бойлап көрсек, батыстағы жерлерді игеру мен ол жерлерге адамдарының қоныстануы осы бір ерекше жанрды дүниеге әкелді. Алдымен жабайы әрі игерілмеген батыс штаттар жайлы және сол штаттардағы резервуарларға еріксіз қоныстанған үндістер мен американдық қоныстанушы халықтардың арасындағы кикілжіңдерге негізделген романдар батыр, ержүрек ковбойлар образын қалыптастырды. Бұл жерде ковбойлардың ерекше әскер немесе салсер еместігін айта кеткеніміз жөн шығар. Ковбой біздің тілмен айтқанда қарапайым шопан. Уақыт өте келе американдық фольклорда бұл шопандар мергендігі Дэдшотпен бірдей және Капитан Америкадан кем емес күшке ие ерекше жандарға айналды. Бұдан кейін Баффало Биллдің жабайы батыс атты циркке ұқсас қойылымдары қаһарман ковбой образын одан әрі дамыта түсті. Романтикалық ковбой образы осылайша пайда болған еді. Алғашқы вестерндердің бірі де Великое ограбление поезда фильмін атайды. Бұл тек қана алғашқы вестерн ғана емес, сонымен қатар алғашқы фильмдердің бірі десек те болады. Себебі ағайынды люмьерлердің тарихтағы алғашқы 1 минутты ғана құрайтын фильмі 1896 жылы шықса, 7 жыл өткеннен кейін жоғарыда айтылған вестерн түсірілген еді. Және де айтулы прогрестің арқасында Великое ограбление поезда фильмнің хронометражы 10 минутты құраған болатын. Бұл фильмде алғашқы сюжетте, алғашқы кинематография тарихындағы үлкен план да бар. Бұл фильм айтарлықтай жаңа дүниені көрсетті деп айта алмаймыз, себебі сюжеттің кейбір элементтері Баффало Билл қойылымдарының көшірмесі іспеттес. Бірақ бұл фильм сол замандағы жабайы батыстың фольклорына негізделген. Фильмдегі поезд өркениеттің символ ретінде көрсетілген. Қарақшылар осы өркениеттің адамдарын тонайды. Осылайша прогрестің жабайы батыстағы әлсіздігі көрсетіледі. Сахнаға револьверлермен қаруланған батыр ковбой образы шығады. Олар қарақшыларды қуып жетіп, қақтығыста оларды өлтіреді. Бұл сценалар арқылы ковбойлар өркениет адамдарына өздерінің күш-қуатын және олардың алдындағы өз басымдылығын көрсетеді. Вестерндер модернизация мен прогрестің жабайы батысты жою әсерінен қалыптасты десек те болады. Нақтырақ айтқанда, поездардың пайда болуы мен өркениеттің қарқынды дамуы ковбойлардың керек емес болып қалуына және кең жазық даланың әсем табиғатының өзгеруіне әкелді. Ал вестерндер осы бір келмеске кеткен кезеңді еске алып, сол замандағы еркіндікті сағынышпен еске алады. Осындай ностальгия ноталарынан туындаған жанр одан ары қарай дамып, нәзік жандылардың аудиториясын жаулаған мелодрамаға толы фильмдерге айнала бастады. Алғашқы вестерн фильмдерде жартылай сауатты, көркі көз тартпайтын ковбойлар кездессе, уақыт өткен сайын сымбатты және орбиттің жарнамасындағыдай маржандай тістерімен күлімсіреген ковбойлар пайда болды. Бұл киноиндустрияда Фрэнк Барзеги сияқты жұлдыздардың пайда болуына және вестерндер түсірудегі жаңа формуланың қалыптасуына әкелді. Бұлардың барлығы Голливудтың алтын дәуіріндегі негізгі жанрдың бірі классикалық вестерндердің көптеп түсіруіне әкелді. Бұл кезеңде Клинт Иствудтың фильмдерінің дәуірі деп те атасақ болады. Алайда 20 ғасырдың 60 жылдары вестерндерге деген жұрттың қызығушылығы азайып, бұл жанрдың құлдырау кезеңі басталды. Қарапайым тілмен айтқанда, көрермен классикалық вестерндерден жалыға бастады. Бірақ күтпеген жерден америкалық жанрдағы фильмдерді итальяндықтар түсіре бастады. Олар американдық әріптестерінен қарағанда экшн мен қантөгіске көбірек акцент қою арқылы жаңа жанрды дүниеге әкелді. Итальяндықтар түсірген фильмдерде жабайы батыс жай ғана қиыншылығы мол жер ғана емес, сонымен қатар адам аяғы баспайтын өте қауіпті мекенге айналды. Көшелерде тірі жан жоқ, барлығы үйден шығуға қорқады. Адам өлтіру қарапайым затқа айналғандай еді. Бұрынғы адал қаһарман образы жоқ. Мысалы, Серджио Леоненің «За пригоршню долларов» атты трилогиясының алғашқы картинасында протагонистің өзі фильмнің соңында 200-ті алаяқ болып шығады. Серджио Леоне осы бір спагетти вестерн жанрының ең танымал режиссерлерінің бірі. 70 жылдардан кейін вестерндер келмеске кетті. Қазіргі күнде бұл жанрдағы фильмдер түсірілмейді. Тек кейбір сериалдарда, фильмдерде жеке эпизодтар түрінде жартылай вестерн кейпінде беріледі. Мысалы, «Горбатая гора», «Старикам тут не место» сияқты фильмдер
және «Во все тяжкие» сериалы ішінара вестерндік жанрға ұқсас стильге ие картиналар болып табылады. Жалпы 21 ғасырда вестерндер көбінесе ескі фильмдерді қайта түсіру арқылы, яғни ремейктері арқылы жалғасуда. Мысал ретінде «Поезд в Юму» фильмін айтуға болады. Қазіргі күнде тіпті экзотикалық вестерндерді кездеседі. Мысалы, жапондық экшн мастер Такаси Миикенің «Сукияки вестерн Джанго» фильмі. Қорытындылай келе, кез келген фильм не болмаса жанр өз дәуірінің айнасы екендігін айтқымыз келеді. Вестерндерде өз заманындағы еркіндіктің, кең байтақ дала мен романтикалық қаһармандардың символы.